Мен Қарағанды облысы Абай ауданы Қарабас кенті нөмірі 15-ші жалпы білім беретін мектебінің көркем еңбек пән мұғалімі Маули Аянберген. Менің бүгінгі тақырыбым қазақтың ұлттық қолөнерінің бірі қармақ бізбен кесте тігу технологиясы. Бүгін жүзі кестенің бізі өрнегі сендей салалмас деп Абай атамыз айтқандай, қазіргі таңда ұлттық құндылығымыз, ұлттық қолөнеріміз кеңінен насихатталуда. Бұл менің технология кабинетім. Мұнда оқушылар өздерінің күнделікті жасаған бұйымдарын осында қояды. Атап айтатын болса, қазақтың ұлттық қолөнерінің түрлері көп. Мысалы, мынау бөртпе-кесте. Мұнда жаңағы матаға ине арқылы бөртпе-кесте. Бұның тігу технологиясы tasarlanған өзгеше. Ал мына кабинет болса, бұл балалардың 5-ші сыныптың оқушыларының салған суреті. Әр жұмыстары әр түрімен ерекше. Қолөнеріміздің бірі қармақ бізбен кесте тігу технологиясын құндылықтарын оқушылардың бойына сіңіру. Мен қармақ бізбен кесте тігу технологиясын оқушыларға күнделікті сабақ барысында тігу жолдарын үйрету үстіндемін. Біз матаға ең әуелі қағазды бүктеу арқылы оюды ойып аламыз. Қазір мен сіздерге қағазбен ою әдісін көрсетейін. Осы ою қазіргі оқушылардың қазіргі қолданыстағы көп қолданыста болатын оюлар. Бұл оюды мен сөмке күнделікті оқушылардың мектепке алып келіп жүретін сөмкасын тікпекшімін. Қармақ бізбен кесте тігу технологиясы. Мұнда біз бірінші матаға оюды сызып аламыз. Өзіміздің үлгімізді мата бетіне қондырамыз. Мата бетіне үлгі сызылып болғаннан кейін матаны кергішке кереміз. Кергішке керу себебіміз мата керіліп тігуге ыңғайлы болады. Сол себепті матаға кереміз. Матаға керіп болғаннан кейін үлгімізге сәйкес жіп таңдап аламыз. Жіп бізге сәйкес болу керек. Егер бізіміз жуан болса, жібіміз жіңішке болатын болса, онда ою тігіп отырған затымыз дұрыс болмайды. Сол себептен матаға жіп сәйкес болу керек. Жіпке қармақ бізіміз сәйкес болу керек. Бір-біріне сәйкес болғанда ғана жасап отырған бұйымымыз толық көзге көрінетіндей әдемі шығады.